Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі жаңа сабақ 35-ші сабақ сөйлеу әдебі тақырыбы. Сабақты бастамас бұрын балалармен шаттық шеңберін жасай жіберсеңіздер болады. Енді бірінші жаттығуды бастамас бұрын балалардан үй тапсырмасын пысықтап сұрап аламыз. Және сабақты ашу мақсатында балаларға сұрақ қойсаңыздар болады. Балалар, біреудің бір нәрсесі немесе затын алар кезде не дейсіңдер? Рұқсат па, мына затыңды бересің бе деп сұрап аламыз. Жақсы. Және біреуді байқамай ренжітіп алған кезде, өздеріңді біреу байқамай қағып кетсе, сол кезде ол адамнан қандай сөз күтеміз? Кешірім өтінемін деген сөзді өзіміз де өзге адамда айтуы керек. Ол сөйлеу әдебіне, мәдениеттілікке, әдептілікке сай келеді екен. Оқулықпен жұмыс. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Не деу керек? Үй артында қоқысты жатқан көптен үйіліп, тазалайды қарт кісі, белі зорға иіліп. Не дегенің жөн еді? Добын апар назардың, деді ағаң, бармадың. Тапжылмадың орныңнан, аға тілін алмадың. Сен қай сөзді айтпадың? Осы келген бетіңде допты қудың, жарыстың, көшенің сол шетінде кезікті бір танысың. Ұмыттың сен не деуді? Өлеңнің авторы Әнуарбек Дүйсенбиев. Ал ендеше өлеңдегі сұрақтарға жауап берейік. Әдепті бала қандай болу керек? Қарт кісіге көмектесу керек. Ол кісіге рахмет айту керек. Ағамыз жұмсаса, барып тілін алуымыз керек. Балалар, үлкен кісіні көшеден көрсек, ол кісіге көмек көрсетіп, сәлемдесуіміз керек. Бұл өлең сендерді әдептілікке, әдепті, тәртіпті, тәрбиелі болуға шақырып тұр екен. Дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу. Өлеңді қатесін түзеп жаз. Әрқашан озба әдептен, әдеппен сөйлеп әдеттен. Қандай мағыналы өлең, балалар? Біз әрқашан деген сөзді жазған кезде әрқашан деп жазыламыз. Бірақ айтылуы әрқашан деп бізге айтылады екен. Бірақ әрқашан деп жазбаймыз, балалар. Қане, қатесін түзеп, дәптерге қатесіз көркем етіп жазамыз. Үшінші жаттығу. Буындардан сыпайылықты білдіретін сөздерді тап. Қане, балалар, мына екі үйшікке қарайықшы. Қандай сөздер шығады екен? Буындардан сөз құрап жазамыз. Анықтап қарайықшы. Рұқсат етіңіз. Рахмет деген сөздер шығады екен, балалар. Ал екінші үйге қарайық. Кешіріңіз, мүмкін болса деген сыпайы сөздер жасырынған екен. Және осы сөздер арқылы өзіміз ауызша сөйлем құрап көрейікші, балалар. Сыныпқа кіруіме рұқсат етіңіз. Сабақтан кешіккеніме кешіріңіз. Осы сияқты көптеген мысал келтіруімізге болады екен. Төртінші жаттығу. Көп нүктенің орнына ізеттілікті білдіретін сөздерді тауып жаз. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл жаттығуды жұппен орындауға болады. Әр жұп алдымен сөйлейтін тақырыптарын, сөздерін дайындайды. Ортаға шығып, бір-бірімен диалог ретінде сөздерін айтса болады. Ал балалар, мына суретте біз кітапханашы мен оқушы қызды көріп тұрмыз, Енді мысал келтірейікші. Мына кітапты көруге бола ма? Деп қыз сұрақ қойды. Кітапханашы әрине көруге болады дейді. Алыңыз. Оқушы рахмет деп жауап береді. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.